Кеңеске бір клиент келді. Қараңыздаршы достар, зарплатасын қараңыздаршы міне. Армандайтын зарплата ғой айтқанда 89 мың, 82 мың, 83 мың, яғни 95 мың, яғни 950 мың, 830 мың, 820 мың. Осындай ақылатпен алатын жұмыскерлер бар да бізде. Және жинап қойған ақшасын қараңыздар, 10 миллион 400 жинап қойған. Вознаграждение 159 мың. Енді біздің вознаграждение түсінетін адамдар біледі, ол қанша, почти 32 миллионға үй ала алатындай мүмкіндік бар. Бірақ ол клиент айтады, маған 20 миллиондық үй жеткілікті деп. Сонымен 20 миллиондық үйді алғысы келетін болады. Бірақ алдын ала мақұлдама алып қойып мақұлдаманы алып қойғаннан кейін ол бір айға алдын ала мақұлдама. Сол бір айдан кейін, бір ай емес, бір 20 күннен кейін барса, отбасы банк айтады, кешіріңіз, сізге 20 миллион шықпайды, уже басқа сума, одан да төмен сума. Ал ол кісі строительный компания уже задатканы беріп қойған, уақытты былай айтқанда гореть етіп жатыр дейді, қиын болған жағдайда ол келіп тұр. Сол кезде біз бір жолдарын тауып шештік. Сөйтсек, оказывается, әйелінің табысы уже тоқтап қалғанынан 55 күн асып кеткеннен кейін ол әйелі уже расходқа кетіп қалады. Ондай кезде жаңа мына клиенттің табысынан кредитін алып тастайды, жаңағы бүкіл расходтарын алып тастайды. Еще әйеліне де тағы расход алып тастаған кезде отбасы банкқа төлейтін ақша жетпей қалды. Енді осы мәселені қалай шештік, оның бір шешу жолдары бәрі бар. Сондықтан бізге келіңіздер, осындай моменттерді біз бірге талқылап, полностью жасап, сізге толық сопровождение жасап, өзіңіздің армандаған үйіңізге қол жеткізетін боласыздар, достар. Амандықпен жастай келсек, берекелі ерекең бар, берекең бар.